Құранда тауларды көріп тапжылмай тұр деп ойлайсың, негізінде ол бұлт тәрізді жүреді деген аят бар. Мына алмаға қадалған шегені Алатау деп елестетіңіздер. Егер алманы 360 градусқа айналдырсам, шеге онымен бірге айналады. Алманың бетіндегі микроағзалар үшін ол тапжылмай тұрғандай көрінгенімен, менің көзіммен қарағанда ол өте жылдам қозғалады. Экватордың ұзындығы 40.075 км екенін ескерсек, оны тәуліктік 24 сағатқа бөлсек, 1670 км/сағат шығады. Яғни Алатау сағатына 1670 км жылдамдықпен қозғалады. Тәулік неге 24 сағатпен өлшенеді? Неге 23 яки 25 емес? Себебі жер өз өсінің бойымен 24 сағат ішінде толық бір айналым жасайды. Демек уақыт жердің пішіні мен оның айналу жылдамдығына байланысты ғана көрсеткіш. Оны түсінген Эйнштейн кезінде жаңалық ашып Нобель сыйлығын алды. Яғни уақыт тұрақты емес категория. Ғарыштың әр жерінде әртүрлі уақыт болады. Ал Құран мұны 7 ғасырда баяндаған.